Армысыздар, құрметті достар, баршаңызға қайырлы күн. Көптен әлеуметтік желіге кірмедім. Даламызға көктем келді, көктеммен бірге мен келдім деп қояйын. Мына осындағы барша әжелерімізді, апаларымызды, аналарымызды, қыз келіншек құрбыларды осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін, ару бақытын, ана бақытын, әйел бақытын, және көктемдей құлпырып, гүлдей жайнап, тәңіріміздің гүл қыздары, нұр қыздары болып құлпырып жүре беріңіздер. Енді маған осы күнге шейін пікірді ер азаматтар жазады, жақсы сөздерді. Жалпы осы кезге шейін жақсы сөздерден кендемеспін. Бала күнімнен ақ менің өзім атым аталмайтын, еркелеткенде түрлі аттар айтады ғой. Әкем ақ қызым деп еркелететін. Әлі күнге шейін солай еркелетіп түрлі аттармен атайтындар көп. Енді қазір есейе келе ойланады екенсің. Барлық өзіңе бір нәрсе жетпей тұрғандай көрінеді. Яғни қаншама осы сөздердің ішінен жаныңа бір нәрсе жетпей тұрады. Ол марқұм әжемнің қошақаным сөзіне бұл дүниеде сол бір ауыз сөзге ештеңе жетпейді екен. Сондықтан да әжелеріңізді жақсы көріңіздер, аналарыңызды жақсы көріңіздер, жалпы айналаңызды жақсы көріңіз. Енді әже демекші, сол бала күнімде әжем бақты ғой бізді, жеткізді, өсейтті. Сол әжемнің тәрбиесінен өттім. Өйткені маған көбінесе жігіттер жазады, кеше де жазыпты. Сізде адамнан ұрпақ қалу керек қой деп жатыр. Енді бірі мына реинкарнацияға сенетін жігіттер бар, солар сіз өте батырсыз, өткен ғұмырыңызда жігіт болып келмедіңіз ба деген сияқты сұрақ қояды екен. Енді мен сол өзіме аян ғұмырларымның барлығында ана болып келдім, ару болып, батыр қыз болып, әйел болып келдім. Сондықтан да бұл батылдық, әрекеттің барлығы осы ғұмырымда әжемнің тәрбиесінен болды. Әжемді айтып отқаным сол. Себебі әжелер өздеріңіз білесіздер, ол баланы жақсы көреді ғой. Әжем мысалы бәрінің басынан өткен шығар, мысалы көршіге айтқа барады, құдайға барады, сонда қамзолының қалтасынан жаңағы конфеттер шығарады. Соның ең әдемісін ағама таңдап береді деп, қалғандарын сендер қыздарсыңдар деп лақтырып жіберетін. Сонда біз оған ренжімейміз. Қазіргілер болса, ой, травма, дұрыс емес деген сияқты айтады ғой. Сонда әжем мына тіпті айдалада біреудің келіні туса, ұл туса қуанып отыратын. Бәтшағардың келіні ұл туғанын көрмейсің бе деп. Сонда неге кейін есейдім, сонда ойлап қарасам, әжемдікі данышпандық екен. Енді мен бала күнімнен туа бітті мінез, сол кезде сұрақ қоятын, неге әжелер жігіттерді жақсы көреді, неге ер балаларды жақсы көреді, неге олар мен неге жігіт болып тумадым екен деп ойлайтынмын. Енді сондықтан кішкене мынау қуыршақты үйде сыймайтынмын. Үйде қуыршағымды лақтырып тастап, ол кезде қыздар ыдыс аяқпен, қуыршақпен ойнайды ғой. Мен далаға шығамын. Далада кім ойнайды? Далада ұл балалар ойнайды. Көршілі балалармен, ұлдармен бұқа ойнадым, асық ойнадым, суға түсіп ойнадым, жаңа өзенге шалшық кешіп. Одан кейін ол ұлдар сенің сөзіңді керек етпейді, ұрып қалады, салып қалады, сонымен олармен тебісіп өсесің ғой. Сол кезде әжем күрестіретін. Айғұйрықтан деп, шықшыттан бер, аяма деп жан күйіріп, солай өскен адаммын. Соның барлығы менің осы мінезімнен көрініс тапты. Оның үстіне өткен ғұмырларымның фрагменттері, ат үстінде өткен ғұмырлар. Енді қазір қарап отырсам, біздің әжелеріміз неткен дана болған деп ойлаймын. Себебі ол баланы еркелетіп, ол балаға мейірім бөлген, барлығымызға мейіріммен қарады, бірақ ол баланы айрықша жақсы көрді ғой.
Сонда әжем білмеді емес қой, білді. Мысалы сол мақтап отырған, сол керемет көрген жігіт ертең ер жетіп бір бой жеткеннің соңында жүретінін, жолында жүретінін, соны білді. Бірақ сол осындай азаматты биік қойған халықтың баласы екенмін деп кейін ойладым. Енді сол кезде мына әжем ер азаматты қатты жақсы көрген. Сондай мына көршіде қатша деген әже болатын. Сол қатша әжемен ана шоқ самауырға шай қояды, қып-қызыл ірімшікті қояды, екеуі шай ішіп отырады. Сосын анам келеді жұмыстан, айтады ғой, ана келіншек керемет қайраткер болып жатыр деп мақтаса, екеуі тәйт деп айғай салатын. Сосын әжем айтатын, басынан бал тамған қатын болса да жаман ердің ит артық деп. Сол кезде мен шегім қататын, әже сіз неге сонша қыздарды еркектің итінен төмен санайсыз деп күлетінмін. Сонда әжем, енді қазір ойлап қарасам, ол кісілер бүкіл бейнетті көрген, тылда жұмыс істеген, суықта отын жарған, соның барлығын өздері мынау нәзіктігін жоғалтып алған ғой. Сонда ер азаматтың қадірін сезінген әжелер ғой. Сондықтан солар соның барлығын бізге ұқтыру үшін солай қатты сөйлеген екен. Енді қазір қарап отырсам, жалпы менің отбасымда еркелеп өстім деп тұрмын. Әкем тіпті өзінің әжесін бар арманын орындаған, анасына жыр арнады. Одан кейін қос қызын, мысалы газетке құттықтау берсе, ұлдарының алдына жазып қоятын. Себебі бұл қазақи тәрбие. Қазақта қыз баланы еркелетеді, бетінен қақпайды, оған бүкіл дүниенің білімін, ғылымын беруге тырысады. Неге? Себебі қазақ балаға қадір қасиеттің барлығы ананың сүт арқылы даритынын білген. Сөйткенде оған барлық еркелеткен, бетінен қақпаған дүниенің білімін, ғылымын бойына сіңірген. Бірақ оған қашан да ана екенін еске салып отырған. Яғни қыз баланың басты міндеті өмірге ұрпақ әкелу, ұрпағын жеткізу. Сондықтан да әкем жаңа қос қызын еркелетті, бетінен қақпады, биікке қойды. Сол үшін де қазақ тілдің өзін қазақ тілі деп атамай, ананың тілі деп атауында үлкен мән бар ғой. Енді сол мен үшін әкемнен жақын, әкемнен артық, әкемнен тұлға жоқ. Әкем өз анасының алдындағы перзенттік парызын адалымен орындады. Оны әжесін де, анасын да жырына қосты. Және де бүкіл қазақтың қайраткер қыздарын, асыл аналарын газет бетінде үзбей жариялады олардың жақсы істерін. Одан соң қазақтың қайраткер қыздарымен алып аналарын жырына қосқан әкемнің ғажайып жыры бар, ол қазақ әйелі деп аталады. Сол жырдан үзінді оқимын. Бұл жырында әкем қазақтың аналарын, алып аналарын жырына қосып, қазақ әйеліне үміт артады. Сонда сол үмітті ақтаңыздар, осы өлеңді тыңдаңыздар. Енді мен шамам келгенше, әрине менің жолым басқа, менің миссиям бөлек адамын, бірақ шамам келгенше ұлттық салт дәстүрімді қадірлеп, қазақтың қызы болуға тырысып келе жатқан адаммын. Әкемнің сол бір жырындағы өсиетін түгел орындау қиын болар, бірақ бар қазақы болмысымды сақтауға тырысып келе жатырмын.